Сәлем. Адамның алдында қалай өзгеріп кетеді? Мысалы айтады, ер азамат айтады, мысалы бір қонаққа барған кезде әйелі қызғанып жатады үйіне келгеннен кейін. Сен неге ана әйелдің алдында басқаша болып кеттің? Неге түрленіп кеттің? Жылы сөйлеп, соған күліп, жымиып, басқаша болып кеттің. Мен сені танымай қалдым деп жатады. Неге олай? Өйткені ол әйелдің ішінде ер азаматтар туралы утверждение, наным сенімі өзгеше. Яғни ол барлық ер азаматтар туралы ойы позитивті. Қалай? Ер азаматтар жақсы, ер азаматтар мейірімді, олар батыр, олар күшті, олар мықты, оларды сыйласаң, ол сені де сыйлайды. Сен жақсы сөйлесең, жақсылықпен қайтарады. Олар алдамшы емес, ер азаматтың бәрі бірдей емес деген утверждение тұр ол әйелдің ішінде. И сол утверждениеге сай сіздің ер азаматыңыз өзгеріп кетті ол әйелдің алдында. Мысалы, бұрын түрмеге түскен бір жаман адам болса, барлық адамдар бұрын түрмеге түскен бұл жаман адам деп оған негативті көзқараспен қарауы мүмкін. Ал ол жаңағы позитивті ойлайтын әйелдің алдында өзгеріп кетеді. Неге? Яғни ол бойындағы негатив түсін көрсетпейді ол түрмеге түскен адам. Ана әйелдің алдында позитив жағын көрсетеді, жақсы жағын көрсетеді. Неге? Оны олай өзгерткен кім? Ана әйелдің ішіндегі утверждениесі адамдар туралы. Біз, яғни адамдар туралы, адамдар жақсы, адамдар мейірімді, адамдар бір-біріне көмектеседі, қолғабыс, кішілерді сыйлайды, үлкенге құрмет көрсетеді деген бізде ой болса, онда бізге тура сондай адамдар кездеседі. Мейлі ол жаман адам бола берсін, бірақ сіздің алдыңызда түрленіп кетеді. Өйткені сіздің ішіңізде адамдар туралы ойыңыз позитивті. Ал егерде керісінше сізге үнемі нашар таксист кездессе, сізге ұрысқақ адамдар кездессе, ұрысқақ дүкенші кездессе, жаңағы тымырайып, қырсықтанып тұратын, дұрыстап жауап бермейтін адамдар кездессе, жүрген жеріңізде, айналаңызда, яғни ол сіздің ішіңізде бар деген сөз. Сіздің ішіңізде адамдар туралы мына әлем сондай деген утверждение бар. Адамдар қырсық, адамдар оңбаған деген секілді басқа ойларыңыз бар. Сол жұмыс жасайды да сізге сондай адамдар тартылады. Түсінесіз бе? Яғни жаман адамдар бола берсін, жаман жақсы жоқ қой, бірақ жаман таңдаудағы адамдар бола берсін, сіздің алдыңызда басқаша болып жақсы жағына өзгеріп кетуі, ол сіздің ішіңіздегі адамдар туралы позитивті ойға байланысты. Ойланып көріңіз, айналаңызда қандай